Сәлеметсіздер ме? Алматы облысы Райымбек ауданы Сұраныс Сауранбаев атындағы орта мектептің 6 сынып оқушылары мен ата-аналары оқуға құштар мектеп жобасы аясында Мұхтар Әуезовтің Көксерек, Бауыржан Момышұлының Ұшқанбия, Төлен Әбдіковтің Оң қол, Шерхан Мұртазаның Интернатынан, Сайын Мұратбековтің Жусанисі Жабай алған, Мұхтар Шахановтың Нарқұм Зауалы атты шығармаларын оқып талдадым. Оқырман отбасы атты осы челленджді Кеген ауданынан қабылдап алып, Ұйғыр ауданына жолдаймыз. Құлақ, сені сақтадым. Құлағым сенің серектеп, азамат, сені сақтадым. Өлкідіңе керек деп. Биыл Махамбет Өтемісұлының туғанына 220 жыл. Осыған орай оқуға құштар мектеп жобасы аясында өткен отбасылық сайыста Мұхтар Шахановтың Нарқұм Зауалы атты поэзиялық шығармасын талдағанбыз. Сол шығарманың әке кімі тарауынан үзілді. Әке, жүруші маған оңай өткелі, кеуші мал болмайсың дейтелі. Сол сөзіңді сірап айтып аласың ау шамасы, атшылы бай Махамбет Сұлтанның маған берген сыйлығына қарашы. Сөйле, қандай ерлік көрсеттің, 2 ай бойы қайда жол шектің. Топ бастадық 4 адам Махамбеттің жағын. Ықыласты үгіттеп, мақтап қағып артаға, қосып алды ортаға. Қапысызда қармақ салып, Махамбетті алдап соғып, басын кезіп, сыйға тартты сұлтанға. Ой, залмай, жүзі қара залмай, мұнша залым екеніңді қалай келген танымай. Бұдан өткен зор қасірет болар ма? Бұдан өткен зор қасірет болар ма? Қабағыңды жаба қалдың егін. Әке сенің қай сөзіңе сенемін? Есіңде ме? Менің бала күнімде Махамбетті жек көремін деген. Рас, айтылған сөз оқпен тең. Бір кезде мен Махамбетті жек көрген. Әлде келсін шағым бет ол ақылға, бедер қой салған мені тақымға. Оған себеп, сенің анаң жасынан қашық болған Махамбет ақында. Азаппенен атсыға сау қандарың, қайраған жоқ сұраныштың қанжарын, іштен жүрек бірдің төзген боп, өзін шексіз бұлай сүйген жандарын қайран ақын сезген жоқ. Анаң марқұм, ол дегенде от жалындап көзінен, тамсынатын нақты бақыт хабардай әр сөзінен, бұл ақынға деген дәл сезімін көргенге ала кетті ол өзімен. Әттең біздің сол маңдайы жайыққа, елге рас ой барлығын байыққа, тым кеш шықтым Махамбеттей батырға, бүкіл қазақ ғашық болса, ақын деген киелі қол саңлаған, ал ендеше ақылдатқан пендені қайраннан көргенін оңдаған,